Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Албай Асеке. Бүгін 31 март 2021 жыл. В общем, 2020 жылы фундамент туралы видео шығардым каналыма. Сол видеоның где-то 2000-дай просмотр жинаған. Сол видеоның жалғасын шығарайын деп отырмын қазір. Егер де қызық болатын болса, осы видеоның соңына дейін мұқият қарап шығуларыңызды сұраймын. В общем, былтыр 2020 жылы фундамент құйдырдым и 3 аптадан кейін фундамент құйдыртып болғаннан кейін мынандай қылып тас қалатып тастадым 15 қатар қылып. Көріп отырғандарыңыздай. Сосын мына жерде, дәл осы жерде, мына үйдің тұрған орнында бұрын старый үй болды. Размері 13,5-да 12,5 болды. Қазір мына салынып тұрған үйдің размері 13-те 14. Бұл үйді фундаментінен бастап мынандай қылып қалатуға где-то 1,5 миллион ақша кетті. Сосын мына сары тастар бұрын старый үйден шыққан тастар. Где-то 50 куб тас өзімнен болды. Сосын где-то 21-23 куб новый тас сатып алдым. Тастың кубын 8 мыңнан сатып алдым, где-то 160 мыңдай ақша кетті. 170 мыңдай в общем. Сосын терезелердің, есіктердің перемичкілерін бетон қылып құйдырдым, арматур салдырттым, барлығын стандартпен істедім, в общем. Мынандай алып. Короче, осындай хабарлар, жаңалықтар. Сосын стройканы тоқтаттым августтың кезінде. Негізі ойым болды, крышалатып тастайын ба деген. Бірақ оған ақша жетпей қалатын болды. Себебі біздің жақта ағаштың бағасы өте қымбат. Бір кругляктың бағасы 5,5 мың теңге болды. Тағы да страпел алу керек болды. Тағы да біраз материал алу керек болды. Где-то 1 миллион ақша шығып кететін болды ол материалдардың барлығын алған кезде. Сосын адамдарға істеттік, бұл істеген нәрселердің барлығын. Істеп отырған адамдар крышаның өзіне 360 мың сұрады. В общем, есептейтін болсақ, где-то тағы да 1,5 миллион, 2 миллион ақша керек болды. Жалпы сол кезде істетіп тастауға болатын еді, бірақ ұтылатын болғаннан кейін күтуге тура келді. В общем, ағаштың, материалдың бағасы түскенге дейін күту керек болды. Кеше февральдың кезінде кругляк алдық, штугын 4 мың теңгеден. Кругляктар тазалап, кругляктарға отработка жағып қойдым. Сосын фундамент туралы түсірген видеома 1-2 адам комментарий жазыпты. Арматур неге тоқытпадың, жерді неге қазбадың, анау-мынау деген сияқты комментарийлар жазыпты. Сол комментарийларға жауап бергім келіп отыр. Фундаментке арматур тоқытпаған себебім, жалпы менде айналамдағы адамдардан сұрадым, жан-жағымдағы ағайындардан, көршілерден деген сияқты. Олардың көбі арматур салып неғыласың, анау-мынау деген сияқты. Өздерінің ойларын айтты. Себебі сен 2 этажды үй салып отырған жоқсың, біздердің жеріміз қатты, анау-мынау деген сияқты. Өздерінің ойларын, пікірлерін айтқаннан кейін арматур салдырған жоқпын. Арматур тоқытқан жоқпын. Арматур салдырмағанымның екінші себебі біздің жақта тау жоқ, яғни біздің жақта жер қозғалмайды. Содан кейін салдырған жоқпын арматурды. В общем, арматур салмағанымның себебі осы, түсінікті деп ойлаймын, короче. Достар, қазір кругляктардың қасында отырмын мен. Көріп отырғандарыңыздай мына жерде кругляктардың сыртын тазалап, қабығын ашып, мынандай алып. И сыртына отработка жағып тастадым. Шаң басып қалған мынандай.
Біздердің жақта марттың кезінде шаң болады, в общем мынандай болып шаң басып қалған кругляктардың сыртын. Сосын мына жерде 2 кругляк жатыр. Ылғал болғаннан кейін бұл кругляктар ауыр болды, көтере алмадық, 2 адам болып. Где-то диаметрлері бұлардың 25 ба, сондай ау деймін, тіпті 30 ба. Ана басының диаметрі 35-30 болуы да мүмкін тіпті. Ылғал болғаннан кейін кеше февральда көтере алмадық, 2 адам болып. Содан кейін мына жерде жатыр, кепкеннен кейін бұйырса мына жерге тастап, мына 2 круглякқа да отработка жағатын боламыз бұйырса. В общем, осындай хабарлар, осындай жаңалықтар. Егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Сосын тағы да өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарийға жазуларыңызды сұраймын. Сонымен келесі видеода кездескенше.